Ойың өміріңнің негізі. Бай адам молшылықты ойлайды, ал кедей адам жетіспеушілікті. Ақша табыс тапқысы келетін адамның санасында ең алдымен пайда болады. Уақыт ақша емес, одан да қымбат. Бай адам уақытын тиімді жұмсайды, ал кедей адам босқа өткізеді. Уақытты қалай пайдаланатының болашақ табысыңның кілті. Көп істеген емес, дұрыс істеген озады. Кедей адам көп еңбектенуі мүмкін, бірақ дұрыс бағытта емес. Байлық ақылды әрекетпен, стратегиямен келеді. Қорыққан адам құр алақан. Бай адам тәуекел етеді, мүмкіндікті пайдаланады. Кедей адам қорқады, күмәнданады. Сол себепті ештеңе өзгермейді. Ақыл байлықтан бұрын келеді. Байлықтың бастауы білім мен дұрыс шешім. Кедейлік көбіне ақпарат пен түсініктің жетіспеуінен. Берсең байисың. Бай адамдар жиі қайырымдылық жасайды, бөліседі. Сол арқылы энергия айналымға жібереді. Кедейлік ұстап қалуға тырысу, тапшылық ойлауымен байланысты. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Бай болу алдымен соған сеніп, арман құрудан басталады. Кедей адам көбіне маған ол лайық емес деп өз шекарасын тарылтады. Байлық қалтада емес, санада. Ақша жақсы қызметші, бірақ жаман қожайын. Қанағат нағыз байлықтың кілті. Табыстың дауысы тыныштықта естіледі. Ақылмен келген байлық ұзақ ғұмыр сүреді. Еңбексіз табыс іріп шіріген жеміс. Байлық артынан қума, құндылық артынан қу, сені байлыққа жеткізеді. Кедейлік қалтада емес, ойда. Уақыттың ең қымбат валюта. Оны неге жұмсап жатқаныңды ойлан. Нағыз бай берген қол, алған емес. Күн сайын бір қадам, 1000 шақырым жол бастамасы. Байлық есепте емес, сезімде. Ақша табу өнер емес, оны ұстап қалу өнер. Адам өзін жоғалтса, бар байлық бос. Байлық жинағанда емес, тартқанда көрінеді. Еңбексіз көрген күн, ертеңсіз өмір сүреді. Тапқан табысың маңдай теріңмен өлшенсін. Табыс та, байлық та тәртіппен келеді. Ақылмен келген байлық мәңгілік. Бай болу үшін берекелі бол. Ақыл мен адал еңбек байлықтың бастауы. Қанағат тоқшылық кепілі. Келіп жатқан ризық сенің жұмыс орныңнан емес, Алладан екенін ұмытпа. Ақша құрал, мақсат емес. Адал ризық жүрек тыныштығы. Көп табыс емес, берекелі табыс маңызды. Ризығыңды күткенше еңбек ет. Ризығыңды ешкім тартып ала алмайды. Ризығың Алланың жазған несібесі.